Баршаларыңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өріктен жасалынатын вареньенің рецептін ұсынғым келеді. Жылда өзімнің қолданатын рецептерімнің бірі. Ең алдымен өріктерімізді жақсылап жуып аламыз. Жуып болғаннан соң ортасындағы сүйегінен ажыратып аламыз. Қазір менің қолданып жатқан өрігім үлкендеу болғандықтан ортасынан тағы да бөлемін. Егер сіздердің өріктеріңіз кішкентай көлемдегі өрік болса, жай ғана ортасындағы сүйегінен ажыратып қолдансаңыздар болады. Барлығын осылай тазартып болғаннан соң үстіне шекер қосамыз. Менде 2,5 кг өрік, сол себепті 2 келедей шекер қосамын. Шекерімізді салып болғаннан соң бетін жауып 4-5 сағатқа, не болмаса бір тәулікке қалдырсаңыздар да болады. Мен 4 сағатқа қалдырдым. Енді газдың орташа отында қайнататын боламыз. Мен барлығы біркелікті қайнағанша араластырмаймын. Біздің вареньеміз осылай қайнап бастаған кезде газдың отын жай отта қоямыз. Егер қатты отта тұратын болса, асты қатып күйіп қалуы мүмкін. Барлығы қайнағаннан соң осылай араластырып бетіндегі көбігін алып тастасаңыздар болады. 5-10 минут қайнатқаннан соң газдың астын өшіріп, 15 минутқа суытамыз. Сол аралықта біз банкымызды және де қақпақтарымызды булап аламыз. Манты қазанымыздың астыңғы бөлігіне қақпақтарын, ал үстіңгі бөлігіне банкілерімізді қойып, осылай булап алатын боламын. 15 минуттан соң жаңағы вареньемізді, яғни қазақша тосап дейміз, тосабымызды газге қойып, тағы да 15 минут қайнатамыз. Бетіндегі көбігін алып тастасаңыздар болады. 15 минуттан соң осылай жаңағы буланған банкілерімізге вареньемізді құямыз. Мен ыстық күйінде құямын. Барлығын құйып болдық. Келесі кезекте жаңағы буланған қақпақтарымызды жауып, банкіміздің осылай аузын жақсылап жауып шығамыз. Негізі өрік вареньені әр қыз келіншек өз жолымен, өз тәсілімен жасайды. Ал бүгінгі рецепт менің жылда өзімнің қолданып жүрген рецептерімнің бірі. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Банкілеріңіз атылмай, вареньелеріңіз өте дәмді болып шығады. Көріп тұрғандарыңыздай біздің вареньеміз дайын болып қалды. Осылай жауып болғаннан соң үстін қалың затпен жауып 1-2 күнге қалдырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай дайын болды. Достар, егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар және де осы рецепт сіздерге ұнаған болса, лайк басып, астына өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Сіздермен болған Әсел. Баршаларыңызға рахмет.